Сәлеметсіздер ме оқушылар, 6-шы сынып қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкей, Тортай мінер Ақбозат әңгімесі. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Ендеше Оралхан Бөкейдің өмірі мен шығармашылығына арналған бейне жазбаға назар аударамыз. Жазушы Оралхан Бөкейдің апамның астауы, Тортай мінер Ақбозат, тоқадан қалған тұяқ, күлпештің ұршығы, қасқыр ұлыған түнді, бура, кер бұғат әңгімелері қаламгердің осы жанрдың хас шебер екендігін танытады. Оралхан Бөкей әңгімелерінің алтын арқауы, ауыл өмірінің шындығы, замандастарының тыныс тіршілігі. Осы сипаттағы шығармасының бірі Тортай мінер Ақбозат әңгімесі. Бұл әңгімеде балалық шағында жазушының өміріне әсер еткен оқиға баяндалады. Соғыс аяқталғаннан кейінгі ауылдың көрінісі, халықтың тұрмыс тіршілігі, әсем табиғат көріністері шынайы суреттеледі. Қаламгер Тортай атты ауыл баласының жан дүниесін, арманшылдығын, достыққа адалдығын терең Көркем шығармада адамның өмірі, олардың өзара қарым-қатынасы, наным сенімі, ой сезімі, мінез құлқы жинақтала суреттеледі. Осындай жинақталған адам образын типтік образ деп атаймыз. Кітапты баса алмай оқиды. Оралхан Бөкейдің өмірі мен шығармашылығымен таныс болсақ, ендеше оқушылар, миға шабуыл әдісі бойынша мына сұрақтарға жауап береміз. Не себепті әңгіме Тортай мінер Ақбозат деп аталған? Әңгімені басқаша қалай атауға болады? Сіздерге тапсырма, Тортай мінер Ақбозат әңгімесін хрестоматиядан толық оқып, мазмұнын меңгеру. Өмірге енді ғана Келесі тапсырма, 82-ші беттегі оқулығымыздың 4-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтайсыздар және шығарманың сюжеті бойынша жоспар құрып дәптерлеріңізге жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Тортай өзі қиялдаған Ақбозатқа міне алмады. Бұл өмірдің ащы шындығы. Оралхан Бөкей осы шағын әңгімесіндегі Тортай бейнесі арқылы айналаға зор мейірім мен үлкен жауапкершілікпен қарайтын, адам баласын пәктікпен тазалыққа, адалдықпен мейірімділікке, ізгілікке баулайтын ізгі жанды әспеттейді.